Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге фотограф Тимакс. Алдарыңызда көріп тұрған үлкен қорапша, бұл не десеңіздер, бұл бізге сыйлық. Яғни бүгін 7 наурыз 2023 жыл. Әрине әзіл, бұны біз Marketplace Каспийден сатып алдық. Қазір осының распаковкасын жасаймыз. Бұл не десеңіздер, бұл Aperture компаниясының мынандай жарығы, яғни постоянный свет. Бұл арқылы Құдай қаласа, неше түрлі видео влогтар жасайтын боламыз, көретін боласыздар. Ал кеттік, бисмилля. Бұны біз іздедік, таңдадық, қарадық және осыған тоқталдық. Бұл BI свет, яғни екі түрлі, яғни жылу свет те береді және де салқын, холодный да береді. Так. Мінекі мынандай наклейкалары бар, неше түрлі. Мынандай жұмсақ нелер бар. Мінекі Aperture Amaran 100X. Та-да! Қазір. Және де мына қорапшада, мінекі былай көрсетіп қояйын. Опа деп. Мынандай блендасы бар. Так. Бұны қазір қоя тұрайық, мінекі. Мына жақтан былай. Оп. Бұл Aperture Amaran 100X, яғни 100 ваттық, X дегеніміз, яғни B свет, яғни жарық, жылу да береді, теплый свет, яғни, және де холодный свет. Мінекі өзі кішкентай, корпусы пластиковый, бірақ жақсы жасалған. Көп ұзақ таңдадық, анализ жасадық, осыған тоқталдық. Так, мінекі мынадай несі, блендасы, мінекі проводы. Мындай бұрандалар қосымша. Және де сетевой адаптер мінекі. Кішкене қолдың ыңғайына бұлақ қойып алайын. Ұстап тұрып не істегенге. Так, өшіп тұр. Бисмилля деп. Оп. Мінекі 2700 Кельвин, яғни жылы. Так, енді мінекі 3400, мінекі средний 5000, 5300, 5600 мінекі. 6500 айтқандағыдай. Холодный свет яғни. Және де міне яркость, жарықтың төмендігі, үлкендігі. Мінекі плавный екен, яғни баяу, өте жақсы мінекі. Түсті 7%. Опа, бір шақпен, яғни 3, 4, 5, 6. Құдай қаласа неше түрлі видеоның куәсі болыңыздар. Ал бізге сәттілік, сізге де сәттілік болсын.